Сәлеметсіздер ме, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге лағман жасау әдісін көрсетемін. Нанын өзіміз илейміз, өзіміз созамыз. Мінекей осындай өте дәмді лағман жасайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығады. Ал кеттік, дайындайық. Етіміз 350 грамм, 40 қабат, жуа, сәбіз, қызылша, болгар бұрышы, сарымсақ дайындап аламыз осылай. Он керек, біз қамырды бірінші илеп аламыз, өйткені нанымыз дұрыс тыну керек. Жақсы созылу үшін 2-3 рет қайтарып илеп алу керек нанды. Мінекей суға тұзымызды қосып илейміз қамырымызды жақсылап. Дайын қамырымыз уже. Дайын қамырымызды салафанға салып, тындырып қоямыз. Ары қарай етімізді тураймыз. Етіміз 350 грамм. Мен соломка етіп тураймын. Сіздер өздеріңіз енді қалай турасаңыздар да білесіздер, өздеріңіз білесіздер. Жаңағы 4 бұрыштап, кубиктап өздеріңіз турайсыздар солай. Жұқалап турасаңыздар да болады, әдемі шығады. Мінекей жуамыз, сарымсақ, қызылша, болгар бұрыш, капуста, сәбіз дайын тураймыз. Кубиктап турап алдым мен жуамызды. Сәбізімізді де кубиктап тураймыз, 4 бұрыштылап. Болгар бұрышын да турап аласыздар осылай. Қызылшаны мен енем қосады, өйткені асқазандары ауырғанда томат жеуге болмайды ол кісілерге. Сондықтан қызылша қосады. Қызылша дәмі керемет болады қосқанда. Мінекей 40 қабатымызды да осылай турап аламыз 4 бұрыштап. Сарымсағымызды да турап аламыз. Дайындап, табамызды қыздырып, майымызды құямыз. Мінекей барлық затымызды осылай турап, дайындап аламыз. Ет. Бірінші етті қуырам мен. Суы тартылғанша жақсылап қуырып, жуамызды саламыз, қызылшамызды саламыз. Аз-маз бұқтырып, дәміне қарай тұздарыңызды салып аласыздар. Мен томат қостым, сіздер қоспасаңыздар да болады. Міне сәбізімізді салып, тағы да отта қыздырып, паприкамыз бен қара бұрышымызды салып, капустамызды салып осылай. Аз уақытта қуырып аламыз және суын бататындай етіп құйып қайнатамыз. Аз отта қайнату керек, жай қайнатамыз осылай. Мінекей қамырымызды 2-3 рет қайтарып алдық. Енді осылай бөліктерге бөліп созамыз. Мінекей осылай қолымызбен ары-бері жүргізіп созып аласыздар. Қатты жіңішкермегендіктен осылай майды құйып тарелкамызға осылай орап 1-20 минутқа қойып аласыздар. Сонда қамырымыз жақсылап тынады. Міне біздің етіміз пісіп уже дайын болды. Енді
бұрышымызды салып, болгар бұрышымызды салып, үстіне сарымсағымызды салып, аз отта бір 10 минуттай қайнатып аламыз. 10 минуттан кейін уже өшіріп дайын болады. Салмамыз. Мінекей, лағманымыздың наны дайын болды. Міне, қолдарыңызбен алып тұрсаңыздар болды. Нан осылай өзі созыла береді. Қолыңызды ары бері жүргізіп тұрасыз. Мінекей, бірінші созылымда осындай болып созылады. Екінші рет қайтадан тағы бір қайталап созып аласыздар. Жұқалатып қамырымызды болған соң осылай соққылап дайындап аламыз қамырымызды. Міне, қамырымыз дайын. Су қойып қойғанбыз, қайнап тұр уже суымыз. Міне, үстіне азырақ тұзымызды салып, қайнап тұрған суға қамырымызды осылай саламыз. Мінекей, тарқату керек, арасы жабысып қалады. Салып қойып қарап тұрмаңыздар. Міне осылай тарқатып қамырды ұзақ уақыт қайнатуға болмайды. Бір 2-3 секундтай жақсылап бір қайнаса, мінекей мұздай су, мынау бізде мұздай суға қамырымызды саламыз. Сонда қамырымыз судырлап, әдемі болады. Мұздай су. Мінекей осылай мұздай суға салып, бір 2-3 секунд араластырып, қайтадан аламыз. Суын жақсылап сырғытып, осылай жақсылап сырғытып алыңыздар. Барлық қамырларыңызды осылай пісіріп, ыдыстарыңызға салып аласыздар. Мұздай суды ауыстыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, біздің лағманымыз дайын. Мінекей, өте дәмді. Менімен бірге лағман жасаған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Сіздерде басқаша рецепттер болса, менімен бөлісіп кетіңіздер комментарийде. Жақсы, сау болыңыздар.